Серік баспанасыз жүрген қызға душ қабылдап алсын деп көмектеспек болған, бірақ оның үстіндегі бір нәрсені байқап қалған кезде полиция шақыруға тура келді. Ал жалғастырмас бұрын пікірге осы әңгімені қай жақтан тыңдап отырғаныңызды жаза кетіңіз. Жақсы тыңдауыңызға тілектеспін. Қоңыр күздің суық желі бос көшелермен ұйтқып, газет қиындылары мен қураған жапырақтарды әрлі-берлі ұшырып жүрді. Серік ескі күртесінің қалтасына қолын тығып, басын төмен салып, үйіне қарай асығып келе жатқан. Бүгінгі ауысым өте ауыр өтті. Станок тағы бұзылып, бастық айқайлап, цехтың іші мұздай суық болғаны сонша күн соңында саусақтары жансызданып қалған. Оның жалғыз қалағаны шағын пәтеріне жетіп ыстық шай құйып алып, бірден ұйықтап қалу еді. Көшедегі фонар жарығы ұзын көлеңкелер түсіріп тұрған. Сол сәтте ол бір бұрыштағы орындықта отырған қызды байқап қалды. Қыз екі қолын көзіне қысып, суықтан дірілдеп үнсіз жылап отыр екен. Әбден тоңған, шаң тозаң жұққан, ашық түсті шашы бетіне түсіп кеткен. Серік әдетте бөтеннің мәселесіне араласа бермейтін. Өмір талай рет оның мейірімділігін пайдаланып, өзіне қарсы соққы берген. Бірақ қараңғы көшеде жалғыз отырған қыздың қорғансыз бейнесі оны тоқтатпай қоймады. «Ей», деді ол селсоғымен, «мұнда неге жалғыз отырсың? Суық тиеді ғой». Қыз басын көтерді. Жылаудан қызарып кеткен көздері Серіктің көзімен түйісті. Жасы шамамен 20-ға жетер-жетпес көрінді. Бірақ түрі әбден қалжырап, бірнеше күн бойы ұйықтамаған адамдай еді. Бетінде кіріздері, еріндері көгеріп кеткен. «Қайда барарымды білмеймін», деді ол үнсіздікпен күрсініп. «Барлығынан айырылдым. Пәтерім, өрт, бәрі жанып кетті». Серік оның сөзін естігенде ойланып қалды. Өткен аптада қаланың шет жағындағы ескі үйден шыққан өрт туралы жаңалықтан көрген еді. Бәлкім қыз рас айтып тұрған болар, бәлкім өтірік, бірақ оның суықтан қалтырап отырғанын көріп, жай өтіп кете алмады. «Жарайды», деді ақырын. «Жүр, менің үйіме барайық. Жуынып аласың, тамақ ішесің, сосын өзің шешерсің не істейтініңді». Қыз таң қалған қалпында оған қарап тұрып қалды. Бөгде адамның көмегіне сенгісі келмегендей еді, бірақ ақыры бас изеді. «Менің атым Айдана», деді сыбырлап. «Рахмет сізге». Серік оған жауап ретінде тек міңгірлеп қойды. Ол ұзын әңгімеге жоқ адам. Пәтеріне келгенде үйдің қарапайымдылығы бірден байқалатын. Жалғыз бөлме, ескі үстелі, бар ас үй, тозған диван, сирек қосылатын теледидар. Ол көп жылдан бері жалғыз тұратын. Шешесі қайтыс болғаннан кейін әпкесі басқа қалаға кеткен. 40-қа келсе де шаршаған жүзінен жасырақ көрінетін. Айдана босағада сәл бөгеліп тұрды. Оның түтін иісі сіңген күртешесі мен батпақ жұққан аяқ киімі еденге із қалдырып жатты. Серік бір қарай салса да еш нәрсе демеді. «Ванна ана жақта», деді ол. «Сөреде таза сүлгі бар. Мен тамақ дайындап қояйын». Айдана үнсіз басын изеді. Ванна бөлмесіне кірді. Су ағып жатқан дауыс естілді. Серік ас үйде жүрген. Тоңазытқышта көп нәрсе жоқ. 2 котлет, аздап картоп, 1 кеспе нан. Сковородканы қыздырып, шай қойып, 2 тарелка шығарды. Ас пісе бастағанда еріксіз ойға шомды. Бейтаныс қызды үйге кіргізді. Олай жасайтын еді әдетте. Бірақ оның көзінде мұң. Өткен өмірінен бір ауыр естелік оятқандай. Жарты сағаттан кейін Айдана ваннадан шықты. Шашы таза, жүзі біршама өңделген, даусы шықпайтын, тым абайлап қозғалып жүрген. «Отыр», деді Серік оған ыстық тамақ қойып. «Суымай тұрып же». Айдана жай ғана «рахмет» деп сыбырлап тамақ жеуге кірісті. Айдана тамақты аштықпен, бірақ өте ұқыпты жеп отырды. Бір тамшыда төгіп алудан қорыққандай. Серік үнсіз шайын ішіп оны бақылап отыр.
Ол қыздың тым тыныш екенін аңғарды. Жаңа ғана барынан айырылған адамға мұндай үнсіздік жат секілді. Әлде тек қатты шаршады ма, немесе бірдеңе жасырып отыр ма? Қашаннан бері даладасың, деп үнсіздікті бұзды ол. Бір аптадай, деді Айдана көзіне қарамай. Өрттен кейін жұмыс табайын деп едім, бірақ адам бомж сияқты көрінгенде ешкім алмайды. Киім-кешегім де қалмады. Серік басын изеді. Айдананың әңгімесі шындыққа ұқсайтын, бірақ даусындағы әлсіз діріл, тым тез жауап беруі Серікті аздап алаңдатты. Сұрақты көбейтуді жөн көрді. Асын ішсін, диванда түнесін, ертең өзі кетеді. Қосымша мәселенің керегі жоқ. Кешкі астан кейін Айдана өзі-ақ ыдыс жууға кірісіп кетті. Қой мен өзім, деді де Серік, бірақ қыз жымиып. Сіз онсыз да көп көмектестіңіз. Ең болмағанда бір нәрсеге көмектесейін деді. Серік иығын қиқаң еткізіп, терезе жаққа барып темекі тұтатты. Айдана ыдыстарды жуып тұрған кезде ол далаға көз тастап тұрды. Көшеде әлі де жел ұшқырған қоқыс домалап жүр. Судың сылдыры мен тәрелкелердің сыңғыры бұл үйде көптен болмаған бір жылулық, тыныштық сыйлады. Серік бір сәтке осы жайлыққа бой алдырды. Сол кезде күтпеген дыбыс шықты. Металл қасық еденге түсіп кетті. Ой, кешіріңіз, деді Айдана еңкейіп, қасықты көтере беріп. Сол сәтте оның жеңі сәл түріліп кетті. Жарық тура білегіне түсті. Серік қалшиып қалды. Айдананың қолының ішкі жағында татуировка бар еді. Тікенекті раушан, айналасында оралған әріптер. Бұл суретті ол бірден таныды. Бірнеше апта бұрын вокзалда ілулі тұрған іздеу парағынан көрген. Әйел жоғалды, 25-30 жаста, қымбат әшекей ұрлаған күдікті. Ерекше белгісі раушан бейнелі татуировка және инициалдар. Серіктің жүрегі тарсылдап қоя берді. Ол терезеге бұрылып темекісін тез өшірді. Миы бытырап, ойлары араласып кетті. Осы қыз сол қылмыскер. Жаңалықта айтылған сол әйел. Ол дүкеннің иесін есіне түсірді. Семіз, костюм киген біреу теледидардан миллионға бағаланатын әшекейімді ұрлаған қызды табыңдар деп айқайлап жатқан. Ал сол күдікті қазір оның ас үйінде ыдыс жуып тұр. Серік жұдырығын қатты түйіп алды. Не істемек, қуып жіберу ме, тікесінен айту ма? Көзі үстел үстіндегі телефонға түсті. Полиция, дұрысы осы. Бірақ Айдананың жаңа ғана күлген әлсіз жымиысы, рахмет айтқан жылы үні, бәрі ойын бұзып жіберді. Бітірдім, деді Айдана қолын сүртіп. Диванда жатсам бола ма? Таңертең кетемін, уәде. Болат, деді Серік зорға. Даусы қарлығыңқы шықты. Жата бер, мен қазір. Ол дәлізге шығып, есікті жауып алып, полицияның нөмірін терді. Менің үйімде іздеуде жүрген әйел болуы мүмкін, раушан татуировкасы бар, деді ол даусын бәсеңдетіп. Мекен жайымыз, деді әлгі дауыс. Серік айтты, жақында барамыз. Жарты сағаттан соң есік қағылды. Айдана диванға оранып жатқан. Есік ашылғанда басын көтерді. Пәтерге форма киген екі полицей кірді. Оның көзінде бәрін бірден түсінген адамның жанарындағы үмітсіздік байқалды. Айқайлаған жоқ, қашпады, тек басын төмен сүріп, орнынан тұрды. Айдана Қараспаева, деді бірі. Айдана баяу ғана басын изеді. Бізбен жүріңіз. Серік қабырғаға сүйініп көзін тайдырып тұрды. Өзін бір түрлі сезінді. Тек қызды емес, өзіндегі сирек оянатын мейірімділікте салқындыққа қиғандай. Полицейлер Айдананың қолын ұстап, бұрай бере кісен салды. Суық темір лампаның көмескі жарығында жылтырап көрінді. Ал Серік жұдырығын түйіп үнсіз тұрып қалды. Бір ауыз сөз айтуға да шамасы жетпеді. Айдана артына бұрылды. Қимылы баяу, анық емес, тіпті осы сәтті есіне сақтап қалғысы келгендей.
Екеуінің көзі түйіскенде Серік таң қаларған нәрсе болды. Қыздың дегдіген, жарылып кеткен еріндері әлсіз болса да шынайы жымиып қойды. Өзгеше нәзік, бірақ тірі жымию. Серіктің тынысы кеудесіне сыймай кетті. Сіз маған өзім күткеннен де көп жақсылық жасадыңыз, деді ол әлсіз үнмен. Терезе сыртындағы желдің сыбыры сияқты дірілдеп шыққан дауыспен. Рахмет, бәрі үшін рахмет. Осы сөздердегі жылулық, шынайылық Серіктің ішіндегі көптен бері жабық тұрған бір дүниені әлсіретіп жіберді. Сандырағы жоқ, тек жарық, сыртқа әлде бір жылы сезім шығарып жібергендей болды. Айдана оны кінәламады, айқайламады, теріс бата да айтпады. Тек рахмет деді. Қызды алып кетті. Полицейлердің ауыр аяқ дауыстары баспалтақта қайта-қайта жаңғырып барып, ақыры есік тарс жабылды. Үйде бірден үнсіздік орнады, тіпті тым ауыр үнсіздік. Осыдан біраз бұрын ғана бұл пәтер ыдыс-аяқтың сыңғырына, қыздың жүрісіне, тынысынан жылынып қалған сияқты еді. Енді бәрі өліп қалған үйдей көрінді. Серік терезеге жақындап, алақанын суық әйнекке қойды. Көшеде ешкім жоқ, машина да өтпеді. Тек көшенің бойындағы фонарлар әлсіз жыпылықтап жерге ұзын, қалтыраған көлеңкелер түсіріп тұрған. Бұл әлем дәл Серіктің өміріндей суық және немқұрайлы болып көрінді. Ішінде бір түрлі бос кеңістік үлкейіп бара жатты. Күткені секілді жеңілдік те, дұрыс істедім деген қуаныш та жоқ еді. Оның орнына жүрегін өкініш, кінә, түсініксіз бір сағыныш қысып бара жатты. Айдананың жымиған жүзі көз алдынан кетпей қойды. Ал рахмет деген сөздері құлағында жаңғырып тұрды. Ол осы түннің өзінде үлкен бір із қалдырғанын сезді. Бұрынғыдан да терең, өткір жалғыздық бата түскендей болды. Көне жараға қадалған пышақ сияқты. Бір ай өтті. Серік баяғы өміріне қайта оралды. Зауыт, үй, үнсіздік, Айдана туралы ойламауға тырысқанымен оның соңғы сөздері миынан кетпей қойды. Бір күні кешке ол теледидарда жай ғана тыныштықты басу үшін қосты. Жаңалықта үлкен қылмыстық топтың ұсталғаны айтылды. Қымбат бұйымдарды ұрлап жүрген банда. Олардың әшекейлерге негізгі куәгер белгісіз әйел екен. Атын айтпаса да Серік бірден түсінді. Бұл Айдана. Араға бір апта салып полициядан қоңырау түсті. Айдананың бар шындықты айтып бергені, ұрланған әшекейлерді қайтарып, ұйымдастырушыларға қарсы куәлік еткені белгілі болды. Зергер өз мүлкін қайтарып алып, іс жабылған екен. Серік сыйақы берілмек болды, бірақ ол бас тартты. Оған бөтеннің алтыны да, марапаты да қажет емес еді. Жылдар зулап өте берді. Уақыт жай ғана ақырын жылжып, зауыттың артындағы тот басқан арықтай сылбыр ақты да тұрды. Серік қартайған сайын өмірі де сол баяғы қалпында қала берді. Сұр, күйсіз, кешкісін бос, ешкім күтпейтін пәтер. Ол үйленбеді, ешкімді іздемеді де іздеуге тырысқан жоқ. Достары әлде қашан әр жаққа тарап кеткен. Оның дүниесі зауыттың ызғарлы цехы мен кешкі тыныш пәтері ғана болды. Біреу қала ауыстырды, біреу ішімдікке салынып жоғалды, ал кейбіреуімен жолдары әр жаққа тартты. Ескі рельстер секілді екі бөлек бағытқа кетіп қалды. Жалғыздық Серіктің айнымас серігіне, тіпті екінші терісіне айналды. Көзге көрінбеді, бірақ әлде қашан жанына сіңіп кетті. Ол оған баяғыда үйреніп кеткен. Ескі диванның сықырлағаны немесе қолына сіңіп қалған машинканың майының иісі қалай байқамаса солай. Кейде оған осы тыныштық өзінің жазасы сияқты болып көрінетін. Бірақ не үшін өзі де білмейтін. 2019 жыл еді. Серік 44-ге толған. Қалаға көктем емес, сүйектен өтетін суық март желі келген. Сол таңертең ол әдетінше пошта жәшігін тексеріп түсті. Анда-санда хат жіберетін әпкесінен бірдеңе келді ме деп. Жәшік бос сияқты.
бір ескі жарнама қағазы мен жалғыз конверт қана. Конверт шайқалған, қарапайым, оның аты жөні бейтаныс, бірақ сәл дірілмен жазылғандай. Серік таңырқап конвертті қолында біраз айналдырып тұрды. Қойнына бір түрлі ұмытылған сезім кіріп келе жатқандай болды. Алдыңғы түйсік. Үйге көтеріліп, күртешесін орындыққа тастады да ас үйдегі үстелге отырды. Қолдары жұмыстан қатайып кеткен, сондықтан қағазды епсіз жыртып ашты. Ішінде 2 бүктелген қағаз, сол баяғы дірілдеп жазылған әріптер. Серік оқи бастаған сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Сәлем Серік, бұл Айдана, есіңдемін бе мен? 6 ай бұрын бостандыққа шықтым. Саған жазуға батылым жетпей жүрді. Хатты ашпай, жыртып тастайсың ба деп қорықтым. Жұмысқа тұрдым. Қала шетіндегі шағын тігін шеберханасында киім тігемін. Үлкен жетістік емес. Бөлме тар. Тігін машинасы гүрілдейді, жіптер шатасып қалады. Бірақ маған ұнайды. Өмірімде алғаш рет адал бір нәрсе істеп жүрмін. Сені жиі еске алам. Сен мені ұры, өтірікші, сенімді алдаған көлеңке деп ойлайсың ба? Білмеймін. Айтпаймын ба? Өйткені сол кезде мен шын мәнінде сондай едім. Бірақ сенің үйіңдегі сол бір кеш, әлгі күнге дейін жүрегімде. Сен маған тамақ бердің, жылу бердің, баспана бердің. Ал айналам өтіп кетуіңе болар еді. Сен маған адам сияқты қарадың. Ал мен бірінші рет көп жылдан соң өзімді адам ретінде сезіндім. Барлық үшін рахмет. Егер қаласаң жаз, тіпті жай ғана бәрі жақсы десең де маған жетеді. Хаттың астында кішкентай қаладағы мекенжай көрсетілген еді. Серіктің үйінен 1 сағаттық жол, тыныш көше, бейтаныс атау. Серік қатты үстелге ойып ұзақ отырды. Көзінің үстінде әлсіз ашу емес, көз жасы да емес, кеудеден көтерілген жылы бір түйін қадалды. Қатты қайталды. 1 рет оқыды, сосын тағы. Әр оқыған сайын әріптері тіріліп, дәл Айдананың сол баяғы тыныш, дірілдеген даусымен сөйлеп тұрғандай болды. Ол сол түні қыздың айтқан рахметін, оның қиналған бірақ таза көздерін, кісен салысында жымиып кеткен сәтін есіне түсірді. Сол кезде ол өзін сатқын сезінген. Ал қазір Серік бір нәрсені анық түсінді. Ол қызға тек тамақ пен түнейтін орын емес, мүмкіндік беріпті. Ал Айдана сол мүмкіндікті бос жібермеген. Серік орнынан тұрып терезеге жақындады. Суық жел асфальт пен қуарған шөпті қуып барады. Бірақ сол қозғалыста бір түрлі тіршілік, тіпті көктемнің белгісі бардай. Ол қайтадан үстелге отырып, жәшіктен ескі қалам мен таза парақ шығарды. Жазуды ұнатпайтын, сөздер оған әрдайым ауыр, темірдей болып көрінетін. Бірақ дәл қазір сөздер өздігінен қағазға түсіп жатты. Сәлем Айдана, сенде бәрі жақсы екеніне қуаныштымын. Менде де бәрі қалыпты, қаласаң тағы жаз. Осы жерге дейін Серік жазып, қаламын бір сәтке тоқтатып, ойланып отырып параққа тағы бір сөйлем қосты. Бәлкім, бір күні шеберханаңды көріп қайтармын. Жазуын аяқтаған соң парақты ұқыптап бүктеп конвертке салды. Және көп жылдан бері болмаған бір нәрсе болды. Серік жымиып қана қоймай, сол жымию оның көзінде дейін жетті. Бетін жылытты, көкірегін сәл жеңілдеткен шынайы күлкі еді бұл. Ұзақ жылдар бойы жанынан қалмай жүрген жалғыздығы, қап-қара, тыныш Серігі дәл сол сәтте соншалықты ауыр болып көрінді. Тіпті мәңгі емес сияқты. Терезе сыртында әлі жел гуілдеп тұрды. Бірақ ас үйдің іші жылы еді. Ал үстелде жатқан хат, кішкентай ғана хат, адамның сұр, мәнсіз өмірінің ішінен жылт еткен жарық бар екенін дәлелдегендей. Бәлкім жауап беруге тұрар. Бәлкім шынымен барып көрер. Бәлкім өмір әлі аяқталмаған шығар. Құрметті тыңдарман, әңгімені соңына дейін тыңдағаныңыз үшін алғыс білдіремін. Егер сіздерге әңгіме желісі ұнаған болса, лайк басып,
пікір білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Алда сіздерді өмірден алынған шынайы әңгімелер желісімен қуантатын боламын.